Бүгін біздің мектеп тарихы үшін ең маңызды кезең болып отыр. Білім ордамыздың жоғарғы көрсеткіштерінің нәтижесінде мектебіміз облыс және республика көлеміне танылып отыр. Бүгінде жан-жақты жетістіктеріне саралай келе, орта мектебіміз Қазақстандағы ЮНЕСКО қауымдастықтарының қатарына кіріп отыр. Invited on stage to award the certificate high school gymnasium as a member of UNESCO Associated Schools, expert on education of the UNESCO Almaty Cluster Office, Халапова Айгуль. Уважаемые дамы и господа, уважаемые учащиеся, уважаемый Акир, разрешите от имени кластерного бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану и лично от имени господина Сергея Лазарева, директора кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, поприветствовать вас на данном знаменательном мероприятии по поводу вручения сертификата ЮНЕСКО в средней школе и гимназии города Копчегая. Уважаемая Саулика Ириновна, разрешите поздравить вас и всех учащихся, и педагогов школы, а также весь город Копчегай со знаменательным событием в жизни школы и в жизни города. Этот год – юбилейный год и знаменательный год. 2015 год – это год празднования 70-летия ЮНЕСКО. Также год празднования 70-летия Великой Победы. И год празднования 20-летия Ассамблеи народов Казахстана и Конституции Республики Казахстан. Продвижение идей и идеалов ЮНЕСКО во имя мира и устойчивого развития – почетная, но очень ответственная миссия. С данным названием для вашей школы будет возложена очень ответственная миссия, очень большая миссия. И, естественно, возложены очень большие надежды и большая ответственность. Желаю вам всем творческих успехов, процветания. И, пользуясь случаем, разрешите поздравить вас всех и всех жителей Копчегая с наступающим праздником весны и пробуждения, с праздником Наурыз. Наурыз мейрамы құтты болсын, Наурыз мерекесі молшылық пен татулық әкелсін. Құрметті қонағымыз, Қапшағай қаласының әкімі Кекимов Сәлжан Манасұлына сөз беріледі. Құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, міне бүгін қандай керемет күн, күнде міне жайнап тұр. Міне бүгінгі ОБМ-іміз ЮНЕСКО кіріп отырған, ол үлкен бір керемет қуаныш болып отыр. ЮНЕСКО кіріп отырған қандай керемет. Ол облыста қанша бар мектеп ЮНЕСКО кірген? Екі мектеп, осы Қарасай ауданында Әл-Фараби атындағы мектеп, сосын біздің мектеп. 748 мектептің ішінде 2 мектеп. Міне. Келе жатқан мерекелер құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Мына балаларымыз бен ұстаздарымыз үлкен табысқа жетістікке жете берсін. Шығармашылық жетістікке жетсін. Әрқашанда отбасыларың аман бол, денделік сау болсын дегім келеді. Қауымдастырылған мектептерінің халықаралық координаторы Ким Леонид Леонидовичке беріледі. Құрметті оқушылар, ұстаздар, қонақтар, достар, мереке құтты болсын. Дорогие коллеги, ученики, я чрезвычайно рад тому, что наша школа сегодня получила сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО за подписью генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Таких школ у нас в Казахстане 21. Я вам скажу, что очень хорошие школы входят в состав Ассоциированной школы ЮНЕСКО.
И сегодня ряды Ассоциации школ ЮНЕСКО Республики Казахстан вошла ваша школа. Это, конечно, с одной стороны, очень весомо и высокая, так сказать, награда для вашей школы, а с другой стороны, это очень ответственно. Вот данная школа проходила кандидатский стаж, я вам скажу, участвовали в форуме «Армановские чтения» в Шымкенте, заняли первое место, да? На базе вашей школы, вот в этом зале, проводили вообще международный форум по водным ресурсам. Дорогие друзья, я вас сердечно всех поздравляю, надеюсь на очень плодотворную работу, что в будущем ваша школа по всей республике будет известна, по работе по линии ЮНЕСКО. Одна из школ Японии готова сотрудничать с вашей Копчегайской школой. Вы можете заключить с ними договор, делать обмен учащимися, приглашать учителей, более тесно сотрудничать в области образования, в области культуры. Вот. Поэтому, я думаю, будет интересно. Но это не только с Японией, это можно и с другими странами. Но первый шаг – это одна из школ Японии. Вы согласны? Спасибо вам за вашу работу, за ваш такой результат. И желаю всем успехов. И еще раз, мереке құтты болсын. ЮНЕСКО қауымдастырылған мектептер арасында Шымкент қаласында өткен республикалық арман оқулары 2013 ғылыми-практикалық конференциясында бас жүлдегер атанған бүгінгі таңда қаламыздың мақтанышы 11-ші сынып түлегі Жолдасбаева Аидаға сөз беріледі. Құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі күн біздің мектебіміз үшін үлкен мереке. Дәл осындай қуанышты сәтті сіздермен бөлісуім мен үшін зор мәртебе. Бәсекеге қабілетті, заман талабына сай шәкірт тәрбиелеуде толағай табыстарға жетіп келген біздің мектебіміз үшін бұл жетістік тынымсыз еңбек пен сапалы білімнің нәтижесінде деп білемін. Мен Шымкент қаласында ЮНЕСКО қауымдастырылған мектептерінің арасында өткен республикалық арман оқулары 2013 ғылыми-практикалық конференциясында Қапшағай қалалық және аймағындағы тарихи мәдени ескерткіштер атты жобамды қорғап бас жүлде иегері атандым. Бұл менің егеменді еліміздің ғылымына дамуына аз да болса қосқан үлесім деп есептеймін. Бүгінде менің арман мақсатым айқын, жарқын болашаққа басар сәтті қадамым дәл осындай халықаралық дәрежедегі мектептің түлегі екенімді мақтан тұтамын. ЮНЕСКО қауымдастырылған мектебі атағын биік ұстап, білімнің шыңына жетіп, қала абыройын асқақтатамыз деген сенім білдіремін. Құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, сіздерді биылғы айтулы мерекелер, Қазақ хандығының 550 жылдығы, ұлы жеңіске 70 жылдығы, Қазақстан халықтарының ассамблеясының 20 жылдық мерекелерімен құттықтаймын. Әрбір істеріңізге толымды табыс пен сәттілік тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.